Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы. Қазіргі таңда қыс мезгіліне орай көптеген адамдар ауырып жатыр, соның ішінде балалар. Үй жағдайында ешқандай антибиотиксіз емделуге болады. 4 түрлі әдісін көрсетемін. Ең алдымен пиязымызды алып, 4 бұрышты етіп, ұсақтап турап аламыз. Одан соң осындай қақпағы жабылатын ыдысымызға салып қоямыз. Пиязды кішкене балалар ащы санағандықтан дәміне қарай қант немесе балды қосып араластырамыз. Міндетті түрде бетін жауып, кемінде 5-6 сағатқа қалдырасыздар, немесе бір түнге қалдыруға болады. Сол кезде пияздың өзінің соғы шығады, дәл осындай соғы шығады. Ересектерге әр 2 сағат сайын бір шай қасықтан, ал балаларға күніне 3 рет бір шай қасықтан беріп отырамыз. Қақырықты жібітіп, оның шығуына және де жөтелді басуына өте керемет көмектеседі. Міндетті түрде үй жағдайында жасап беріңіздер. Одан кейінгі біздің екінші әдісіміз өте қарапайым. Ол үшін бізге керегі сүт, сары май және де ас содасы. Ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз, яғни 1 стакан сүтімізді алдымен жылытып аламыз. Жылы сүтімізге 1 шай қасық сары майымызды, одан соң кішкене ғана ас содасын қосамыз. Ас содасын көп қосып жібермеңіздер, өйткені дәмі бұзылып, ішуге жарамай қалады. Жақсылап үшеуі ерігенше араластырып, таңертең және де ұйықтар алдында ішсеңіздер, сіздердің қақырықтарыңызды жібітіп, жөтелді басуға керемет көмектеседі. Үшінші біздің әдісіміз бұл жолы енді тамақты шаю. Жөтелді көмектесетін тағы да бір әдістердің бірі әрдайым тамақты шайып отыруымыз керек. Ол үшін бізге ас содасы, тұз және де йод қажет. Суымызға, яғни жылы 1 стакан суымызға 1 ас қасық тұзымызды, 1 ас қасық ас содамыз және де йодымызды үшеуін салып жақсылап араластырамыз. Мен йодты алдын ала осылай шприцпен алып алдым. Көз мөлшерлеп осылай 3-4 тамшы тамызып, үшеуін жақсылап ерігенше араластырып, әр 2-3 сағат сайын тамағымызды жақсылап шайып отырамыз. Кішкентай балалар тамағын шай алмағандықтан бинтпен орап сүртіп отырыңыздар. Одан кейін 4-ші әдісіміз, яғни қарапайым физраствор, кез келген аптекаларда сатады. Осыны алып, жылытып, каждый 2-3 сағат сайын тамақтарыңызды шайып отырыңыздар. Мінеке достар, қарапайым әдіспен үй жағдайында емделіңіздер, ең бастысы ауырмаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.